адамның өміріндегі отбасының құндылығының кез келген нәрседен биік екенін көрсеткіміз келген болатын. Біздерге көмектескен мынау кішкентай бүлдіршіндерге біз өте рахметімізді айтамыз. Баланы кішкентай кезінен өнерге баулу бұл жақсы адамды тәрбиелеу деген сөз. Өйткені жаны, жүрегі өнерге жақын адам ешқашанда жаман болмайды. Мен үшін әнші болу деген менің бала арманымның орындалғаны. Мен актер болғым келді. Аяқ астынан қызығушылық пайда болды. Өйткені ол кездерде Бауыржан шоу тамаша дегенде жарып тұрған кез болды. Мен Атырау жақтан болғаннан кейін мұнай саласын таңдамадым ба деген нәрселер болды. Әлем ешқайда жібермейтін. Ойбай Алматыға барсаң аш қаласын тонап келеді, ұрып кетеді. Мен кетіп қалдым бірақ. Бірінші жыл сәтсіздік болды, түсе алмай. Еңсем түсіп қайтып келдім. Келесі жылы келіп қайтып тапсырып түстім ғой. Әлі есімде, ауылға демалысқа келген сайын анам мені шығарып салып тұрып, сені өлтіріп алмай, аман есен оқуыңды бітіртсем екен деген сондай бір тілегі бар. Өйткені ол кезде енді шындығында кішкене қиындау заман болды. Сондықтан да осы жобаға қайтып келуім де сол анамның маған артқан үлкен үміті, үлкен сезімі. Мен өкінбеймін. Ата-анам да қазір риза. Риза деп қоямын, риза деп ойлаймын өз басым. Өйткені енді анаммен де әкеммен сөйлескенде айтып отырады ғой, ойбай, сен айтып жатыр, сен бүйтіп жатыр деп ол кісілер марқаяды ғой. Сол кісілердің абыройы көтеріліп, елдің алдында беделді болып жүрсе, біз үшін содан асқан бақыт жоқ қой. Сол кісілер разы болса болды ең бастысы. Бүгін мен ол қызды. Құрметті жолаушылар, Нұр-Сұлтан Алматы бағытындағы ұшаққа тіркеу аяқталды. Ұшақтың ұшуына 10 минут уақыт қалды. Келді. Мен ол қызды күнде көрем, бірақ бүгін танысайын деп тұрмын. Ол менің өлең айтатынын да білмейді. Алло. Иә, осындамын. Жақсы жаным. Иә, осында күтемін. Жарайды.
Құрметті жолаушылар, Нұр-Сұлтан Алматы бағытындағы ұшаққа тіркеу аяқталды. Ұшақтың ұшуына 10 минут уақыт қалды. Мен самолетіммен кеш қалып қалдым. Ештеңе қылмай, өзім апарып тастайын, жүріңіз. Қазақстан ұлттық арнасында тікелей эфирде егізілебіз өнер бәйгесі. Керемет қылып ән шырқады сахнада. Ал енді қазылар алқасының пікірін білейік. Бағдат ханым, ұнады ма? Ұнағанда қандай. Мен алғаш рет кереметтей дуэт естіп отырмын. Жүрегімен, жанымен, барыменен осы айтқан шынайы дуэтті тыңдап отырмын. Өте риза болдым. Рахмет екеуіңе де. Рахмет, Бағдат ханым. Бұл жұптың орындауындағы барлық орындалған әндер осы уақытқа дейін бізді тыңдап отырған көрермендердің жүрегінен дөп басып өзінің орнын алған сөзсіз. Айгүл өзінің әнші екенін осы дәлелдеді. Мынау ұлттық нақыштағы әндер айтып жүрген адамның осыны эстрадада қай саласында тіпті ағылшынша ән айтып жатыр, өткенде мен таң қалдым. Жан-жақты. Жан-жақтылығын өзінің нағыз әнші екендігін көрсетіп жатыр. Рахмет, Майра ханым, сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Мен осы кеш бойы Кеңес ағаны қайта-қайта ойыма түсіп отыр. Ол кісі өте талап қоятын, осы әнді көрсе, бұл ән басқа қырынан, басқа әншілердің орындауында ол кісі өте риза болар еді. Мен жаңа Бағдаттың сөзіне қосыламын. Ән дуэт шында да керемет болды. Тек менің бір ойлағаным сюжет жағы, тағы сендер керемет жасаушы едіңдер сюжетті. Қойылым, е? Иә, бүгін сәл сол жақ аздау болып қалған сияқты, ал мен Айгүлге айтқым келеді. Мен өте қуанамын. Біздің Айгүл екеуміз қандай әншілік жағына ұқсас, екеуміз домбырадан бітіргенбіз. Содан кейін барып эстрадаға көшті, оркестрмен де айтады. Жаңағы Бағдат досым айтқандай ағылшынды да керемет айтады. Бір адамға осынша дарын Алла тағала берген, өте тамаша, жақсы. Ал енді Жанболат біздің сол өте тамаша, шында да дуэт болды бүгін. Бізге ұнап отыр. Рахмет, рахмет. Ал Айгүл ханым, өзіңіз қорытындылап жіберсеңіз енді. Мен бұл жұптан үлкен нәрселерді күтемін да, және де жаңағы шекара жоқ бұл жұпта. Қандай қойылым, қандай ән, енді екі бастан әншілік орында тұр ғой, оны қозғай берудің тіпті қажеті жоқ. Не нотадан ауытқу, не басқа екі дауысты ұстай алмау, актерлық ойнау деген нәрседен бұл кісілер еш уақытта сүрінген адам емес. Бірақ жаңа Майра апамның айтқандай, шынымен бір вау деген бір дүниелерді күтеді екенсің де. Өйткені бұл жұп дәл сонысыменен бізге бірінші эфирге шыққан кезіндегі жаңағы ағылшынша әнде сондай бізге тон берген. Біз ғана емес, көрермендер де соны айтатын шығар деп ойлаймын. Күтіп отырады, шоуды күтеді. Шоу бұл жұптың әншілік орында тұрғаннан кейін біздің керек, бізге керек ол шоу еді, сол жетпей қалды маған. Бүгін енді шамал вокалға басымдық беріп тұрған шығар бәлкім. Қорғайын. Оның үстіне өкінбесен деп айту да оңай емес қой. Қойшы. Рахмет, Айгүл ханым, сіздерді сахнаның сыртында осы әнмен барлық әріптестеріңіз бұл әнді шырқап жатыр. Өкінбесен деп. Сәттілік тілейміз.